Рома, келін сәлем салды ма? Не деп айттың? Алдын бір келін сәлем салса, бұндайда не деу керек, өзі сәлематсыз ба деп өтіп бара жатыр ғой. Сәлем сағанда қосылып сәлем саған ғой. Келіннің қолынан шай ішу болып отыр бізде. Қалайсыздар? Мына үйдің есігінің алды сыпырылып, кәдімгідей бар ғой. Келін түскен үйге ұқсап қапты қысқа. Түнде аға менен қонуға кетіп қалғам, балаларымды алып, балдар түнмен ұйықтамайды ғой бізде. Мына жақта мамамдар шаршады демалсын деп. Таңертең келсем сызылып, ақ орамалын тағып алып, үкісімен есіктің алдын сыпырып жүр. Өзіміз өйтіп сызыламаймыз. Тірлік істейтін емес, табыс табатын келін болғаннан кейін қысқа. Тілімізде айырғылаш. Қызық кеттім ше, бір күні ақ орамалын тағып енем есігінің алдын сыпырып келсем беген. Жаным, келіп бәрімізді бір қуантты. Бұл келін қадамы құт болсын енді. Шымкентте жел кәдімгідей бар ғой. Кеше енді Беташарда ауа райы керемет болып еді. Бүгін енді ауа райы бұзылып тұр. Кішкене жаңбыр жауып, жел болып. Алматыға жолға шығамыз бұйыртса.